Сәлем достар, Фартока World арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Бай отбасының 3-ші сериясын шығаратын боламын. Сол себептен мен Бай отбасының бүткіл сериясын бірден шығарып тастауды жөн көрдім, потому что менің немде тұра беріп, олар адасып кетеді. Сол себептен мен бәрін бірден салып тастайтын боламын. Сіздер алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Енді біз бастаймыз. Бешерасын қылмаса болғаны осы. Так, мына сусындап кете салайыншы. Не алынбай жатыр. Вот. Дәмі күшті ғой. Мен барып қазір әжетханаға барып келейін, сосын кейін барып шығарым. Ана қыз немене телефонын кетті ме? Тұташы не деп тұр? Так, привет. Привет, Адия, қалайсың? Не дейді? Привет, Адия, қалайсың? Бүгін көшеге шығамыз ба дейді. На голосовой тыңдап көрейікші. Так, Адия, білесің ба? Мен дейтін, балымдар интернетқа өткізіп жіберем дейді ғой. Мә, күлкім келіп кетті ғой. Но енді интернетқа шынымен де өткізіп жібереді, өйткені мен жаман қыз болып жүрдім ғой оларға. Сол себептен ше, мамамдардан өтірік кешірім сұрай салдым ғой. Типа интернетке бармау үшін де. Сол көшеге шықсай, ақшаны алып шық, екеуміз барып, тәттілерді алып магазинге отырақшы, бір жерде әңгіме етіп. Не дейді нағыз? Сонда бізді алдады ма? Так, мам, неғып тұрсыз? Неғып тұрғанда интернетқа құрайсың? Мам, телефондап келіңізші, сізге тексерге кім рұқсат берді? Мен рұқсатсыз-ақ өзім ала алам. Сосын біз бүгін екеуміз бір жаққа кетіп бара жатырмыз. Там бір күшті жерге барамыз демалуға. Сенен демалу керекпіз. Біз басым ауырып жатыр. Қалай өзгеріп кетті десем мына қызды. Өтірік алдап жүр екенсің ғой. Алып кел бер телефон. Кетіңізші бар, жынды ма? Кетіңіздер, я? Мен өтірік айттым интернетқа бармау үшін. Құрсаңыздар, құрып кете салыңыздар шошаққа дейін. Мына қыздың тілі шығайын депті. Кеттік, біз демалуға барамыз, бұны үйде қалдырып кетеміз. Бір айдан кейін вообще келмейміз. Вроде я маған ешнәрсе айтпаған сияқты еді. Кетеміз деді, кетіп қалды ғой. Бүгін что-то түн болып кетті, қорқып атқан сияқтымын. Олар бүгін келмейтін сияқты ғой. Так. Кім звондап жатыр? Так. Апа? Алло, апа, қалайсыз? Жақсы. Бүгін сендер жаққа барайын дедім. Және де шай қайтайын дедім. Сол қайғылы жаңалықтан кейін. Қайдағы қайғылы жаңалық? Мені интернетқа өткізіп жібереді дегені ма? Қайдағы интернет емес? Мен ана атанаң қайтыс болғанына барайын деп жатыр емеспін ба? Құрсын, құманшы әже, атанам қайтыс болған емес. Не айтып тұрсыз? Сен әлестімен ба? Қарағым, өзіңді жақсыста. Негізі сенің атанаң бүгін сапарға шығар алдын машинамен авария болған еді. Қалай авария болды? Сіз шын айтып отырған жоқсыз. Мариям! Не болып қалды? Жинап болдыңдар ма? Я, жинап болдық. Не болды сізге? Мен дереу кетуім керек. Қайқа? Атанам қайтыс болыпты. Қайтыс болған нес? Ханым қуасыз ба? Сол, мен әжемнен естідім. Рас не өтірік екенін білмедім. Тезірек ауруханаға барайықшы. Алло, қызым, жанына келмей-ақ қой ауруханаға. Біз өзіміз ауруханада отырмыз. Атанаңды арғы дүниеге ертең шығарамыз. Сол себептен сенің үйіңе бүгін баратырмыз туысқандар болып. Сен қобалжымай еш. Сіз рас айтып отырсыз ба? Мен тезірек кетуім керек. Мариям, кешірші. Атанам, мен неғып уайымдап қалдым? Менің арманым осы емес пе? Жоқ. Бұл үшін ба? Мен сонша қателік жасап қойыппын ғой. Пісімілі! Сіздер неғып жүрсіздер бұл жақта? Жаңа ғана ауруханада едіңіздер ғой.
Жоқ, қызым, айналайын. Кешір, біз тезірек келдік. Көріп қалмадың ба? Ата қайырлы болсын. Иә, қайырлы болсын. Кешірім сұрап үлгердің бе ата-анаңнан? Сен осының бәрі сенің кесірің ғой, түбіне жетіп біттің ғой, ата-анаңның түбіне жеттің ғой. Менің кінәм жоқ. Иә, менің кінәм негізі, бірақ мен бұлай боларын білмедім ғой. Барлығымыз білмедік, айналайын. Енді біз осы үйде тұратын боламыз. Сен әлі кабинетке толмағаннан кейін біз сенің қамқоршың боламыз. Және де бұл үй бізге тиесілі болады. Енді біз сені жақсы тәрбиелейміз. Ата-анаң сені ешкім естіртіп жіберіпті. Иә, тәрбиелей беріңіздер. Ата-анам келмей ма не? Нағыз жынды ма? Тұрып бізге шай дайында. Қалай сонда сіздер маған жаңелде ғана не айтып тұрсыздар? Ата-анама келіп, маған шай дайында деп тұрсыздар ма? Онда сен интернетқа өткізіп жібереміз.